yeah. Ассалаумағалейкум достар, кәсіпкер жолы арнасына бүгін 1 жыл толып отыр. Біз осы уақыт аралығында Европаға барып, Европадағы Marina Madi брендін түсірдік. Қазақстанда көптеген миллионерлерден сұхбат алдық, олардың кейстерін тыңдадық, көптеген пайдалы ақпараттар алдық. Пайдалы ақпараттар қазіргі кезде өте көп. Өкінішке орай амал істеп жатқандар енді аз. Енді кәсіпкер жолы арнасының 2-ші маусымында мүлдем бөлек контент ұсынбақшымын. Себебі маған өте идея керемет ұнап тұр. Әсіресе өзіме пайдалы болатын сияқты. Себебі 2-ші маусымның негізгі атауы Camry 70-ке апарар жол. Барамын, өз жолыммен қуып қаңғып барамын. Керек емес ақыл. Достар, менің жеке өзімнің тарихымда 10 шақты машинаны алып сатып көрдік. Мына жерде тұрған Corolla неғып тұр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Бұл Corolla Camry 70-ке апарар жол. Осы Corollаны алып сатып, басқа да машиналарды алып сатып, білмеймін қанша уақыт екен, бірақ Camry 70 алуға ұмтылатын боламыз. Оның процесін қалай мен алып сатамын, қалай мен объявлениеға шығарамын, әр машинадан қанша теңге табамын, үстінен ақша көретін машиналарды қалай тауып, қалай сатамын, копирайтинг, тексті, колесоға қалай жазу керек, барлығын сіздермен бөлісіп отырамын. Достар, шыны керек, мұндай контент қазақ ғаламторында бұрын соңды болмаған. Бұл реально кәдімгідей шынайы болатын нәрсе. Мен білмеймін, алда не болар, мүмкін 3 айдан кейін Camry 70 аламын, мүмкін жарты жылдан кейін, мүмкін 1 жылдан кейін, білмеймін. Өз жолыммен қуып қаңғып барамын. Керек емес ақыл кеңес талабың. Керек маған жай түсініп қолдауың. Осыдан 2 апта бұрын 4,5 миллион теңгеге алдым. Енді алдағы видеоларда сіз көретін боласыз, бұл Camry'ді қаншаға сатамын, үстінен қанша теңгеге көремін, одан кейін сатқаннан кейін қандай машина аламын, барлық қызықты, пайдалы білімдерді сіздермен бөлісетін боламын. Осыдан 1 ай бұрын менде 150 кузовтағы 2011 жылғы Corolla S болған. Соны үйде отырып сатып көрсем қалай болады деп сатып көрдім. Өзінің алған бағасынан қарағанда үстінен 500 мың теңге бердім. Оны сатып, кейіннен Hyundai Elantra алдым 2015 жылғы. Оны да жақсы бағаға сатып, одан кейін осы кузовты алдым. Содан кейін барып менде өткенде үйде жатып, кәдімгі осы идеяны, Camry 70 идеясын істеп көрейік, көрермендермен көрейік. Осы біздің Қазақстан нарығында өте, осы машина саласы өте қарқынды дамып жатыр. Соны іс жүзінде көрсетіп, сіздермен бөлісуді жөн көрдім, достар. Шабыт келсе бәрі оп-оңай, айналам кинодағыдай, мүмкін бір түрлі көрінем, мүмкін бірақ өзіме ұнай. Шабыт келсе бәрі оп-оңай, айналам кинодағыдай, мүмкін бір түрлі көрінем. Әдемі кеттік. Достар, бір шетінен сіздерге пайдалы болсын деп, мен әр алған машинаға қысқаша обзор жасаймын. Осы машинаны мен 1 апта, 2 апта бұрын ғана алдым. Маған жалпы ұнады. Менің жеке ойым, менің көз қарасымдағы Toyota Corolla туралы кішкене бір шолу жасаймын. Бірақ тереңірек шолу жасайды деп ойлап қалмаңыздар. Мен енді бұл салада қатты тәжірибем жоқ. Өзім білгенімше, өзімнің көзімде сіздерге кішігірім обзор жасаймын. Тамашалаңыздар. Келсе, менімен теңсе, бүгінгі күн тамаша келсем, асықпай бірақ белсенді, жолда түсірмей еңсемді, мен сендім, жазып бердім текстерді. Бәрі оп-оңай, бәрі оп-оңай. Достар, менің қысқаша шоуым 3 негізден тұрады. Бірінші сыртқы дизайны, ішкісі және де моторы, коробкасы туралы кішігірім ақпараттар сіздерге беретін боламын. Ендеше сыртқы дизайн туралы айтатын болсақ, енді сыртқы дизайн өте керемет. Маған енді 150-дегі кузовтан кейін әлдеқайда жаңартылған сыртқы мысалы дизайны біздің Camry 50-ге ұқсас келген. Мына жерде LED экрандар бар. 150 кузовқа қарағанда бір 30% жаңартылған. Арты түгел өзгерген. Мұндай фаралары. Бұл Toyota Corolla 160-шы кузовтағы Toyota компаниясының 11-ші баласы. Бұл жерде көптеген 153 кузовқа қарағанда көптеген тағы да қосымша сыртындағы дизайнерлары өзгерген. Әсіресе мына жерде LED-тері, фаралары, алдындағы тұмсығы Toyota Camry 50-ден 55-тің кішігірім баласы сияқты көрінеді. Және де осы кузовтың мынау есігінің мынандай сол шанағында осындай сызықтар, артындағы мынау жарықтықтары, фаралары қатты өзгерген. Әдемі, маған бір көргеннен ұнаған. Осыдан 5 жыл бұрын осы Corollаны қашан айдаймыз деп
бір шетінен бір армандаған да болатын. келсе кетеді ұйқым мейлі сағат мен үшін бұл үлкен сыйқы іште жатқан сөнбес Ал машинаның шоудың екінші негізгі машинаның ішкі салоны туралы сипаттама. Қатты бұл жерде комплектациясы комфортный емес, базовый комплектациясында алдында туманнигі жоқ. Бұның ішінде подогрев сиденьялары бар, кондеры бар. Былай айтқанда қазіргі нарықта 5-5,5 миллион теңге тұратын машина. Мен бұны 4,5 миллионға алдым. Енді алдағы уақытта көреміз қаншаға сататынымызды. Қорабы бұрынғыдай менің бұрынғы Короллам сияқты емес, бұл вариатор. Білмеймін неге екенін, бірақ көп қазақтар мен байқауымша достарым, мәселе туысқандарым вариатордан қорқады да, оның жөндеуі қиын, басқасы қиын деген сияқты. Менің ойымша ол бір білімсіздіктен деп ойлаймын, себебі бұл вариатор автоматтың бір жаңартылған бір деңгейі. Себебі бірінші скоростан екінші, үшінші, төртінші скоростқа кеткен кезде вариатор мүлдем ауысқаны мүлдем білінбейді. Сол себепті өзіңізге комфортты қалайтын болсаңыздар, вариатордан қорықпаңыздар. Тек қана ай сайын жаңағыдай өзінің уақыты келгенде, километр уақыты келгенде ауыстырып тұрсаңыздар, менің ойымша бұл вариатор керемет. Машина жалпы мультирулі бар. Бұл жерде қанша километр пробег жүріп тастаған. Бұның алдыңғы хозяйны, бірінші хозяйнан алдым, мен салоннан сатып алған, Toyota жетісу компаниясының мына жерде барлық документтері бар. Бұның бары сататын кезде бір шетінен не ғой? Преимущество дейді ғой, үстемділік болады. Мына жерде бүкіл машинаның осы уақытқа дейін тода болған, ауыстырылғандары, колонкалардың барлығы дұрыс дейді. Барлығы жанақ. Өзім отырған жерден қазір артына отырып көреміз, қалай кеңдігін байқаймыз. Бұл Королланы салоннан сатып алған кезде егесі осындай эко кожа салған екен. Сразу салоннан 60 мың теңгеге салдым дейді. Өте әдемі, ыңғайлы, былай қарапайым велюрден қарағанда эко кожа өте ыңғайлы. Қазір мен жаңа алдында отырдым ғой. Қараңыз енді, менің бойым 1,85 болғандығына қарамастан, мен мұнда еркін шалқып, балқып отырмын. Мына жерде менің ойымша бір 3 адам, кеңінен болса 2 адам, толық 2 адам оңай отырады. Енді біз мұндайға үйренбеген шығармыз, осындай қарапайым терезе ашқысы бар екен. Менің ойымша іштен кетпейді. Бастысы главный алдында бар. Ол сатқан кезде қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Алдындағы моторын қарап көрейік. Бұлшы да маңызды үлгерім қайран қаңғырып жүрген күндерім гүлдерім бүлдірген мен бүтіндері түрлі түсті түндердің күйдірілді күлдері. Ондай моторын жуған жоқпын, себебі сататын кезде бір күдік ұстап қалуы мүмкін, бір жері майы тамды ма деген сияқты. Сол себепті осы қалай кір болып тұр, сол күйінше тұр. Бибитай мотор, қарапайым, қорабы 1.6. Минусын айта кететін болсам, бұл машинаның алдыңғы Королладан қарағанда кішкене экономичный, бензинді кішкене ажырайды, және де бұның ходовой дейді ғой, сол жерінде тағы да қосалқы бір мягкость сезіледі. Ішкі дизайндары әдемі болған, мысалы ішкі жағында ішіне отырған кезде кеңірек, вариатор болғандықтан жаңағыдай келесі скоростқа қосылған кезде плавно ауысады, жаңағыдай ыңғайлы ауысады. Ал мүйісіне келетін болсақ, жаңағыдай мына сыртқы қабаты өте жұқа, осындай пластмасс қаңылтырдан қапталған. Әсіресе мен бір 150-140 скорост алған кезде сырттың даланың дауысы қатты даңғырлап, жаңағыдай шумдар шығады. Қаңылтыр жұқа болғанына байланысты, мысалы құдай сақтасын бір ДТП бір нәрсе болып қалғанда тез бұл жиналып қалады. Себебі көп кассапорттар жылайды, осы машина соғысып қалғанда жиналып қайтып орнына келтіру қиын болады деп ойлайды. Бірақ құдай сақтасын, егер жақсылап қарап, ұқыпты айдайтын болсаңыздар, менің ойымша Toyota Corolla қазақтың бір керемет мақтанып айдайтын машиналардың бірі деп ойлаймын. Достар, қорытындылай келген кезде осы бағдарламаны бақылаңыздар. Бұл бағдарлама өте өзіме де сіздерге де пайдасы зор болады деп ойлаймыз. Себебі Қазақстан нарығында машина бизнесінің потенциалы, мүмкіндігі өте көп. Сол мүмкіндікті мен өзім жасап сіздерге кәдімгі үлгі ретінде көрсетіп берсем бе деп ойлаймын. Әрине, алда не боларын білмейміз, бірақ Камриға 70-ке апаратын жолды тамашалаңыздар, күтіңіздер, лайк басып, төменде пікір қалдырыңыздар, қандай машина қазіргі кезде нарықта спросы бар, және қандай машинаны алып сатуға қолайлы екенін өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Мен де өз кезегімде тәжірибемен сіздерге көрсетіп, барлық білгенмен бөлісетін боламыз. Жақсы күндерде жолыққанша, ассалаумағалейкум достар. Шабыт келіп тұрсын, шабыт келсе бәрі